Өңір білімі мен руханиятының қара шаңырағы, абыройы асқақ алтын ұя. Ұлттық кадрлардың ұстаханасы, дарынды балаларға арналған Абай атындағы гимназия. Талай саңлақты самғатқан білім ошағына биыл 85 жыл. Соңғы 10 жылдың өзінде 29 халықаралық, 15 республикалық олимпиаданың жүлдесін қанжығасына байлаған. Кейінгі 20 жылда 100-ден аса алтын белгі егерлері түлеп ұшқан озық білім ордасы. Бүгінде 600-ден аса оқушы білім нәрімен сусындап жатқан гимназияның тарихы өткен ғасырдың 38 жылы 20 шақты шәкіртпен басталғанына сену қиын. 1930 жылдан бастап бұл мекеме жұмыскерлердің балаларына арналған Казкоммуна мектебі болған. 1937 жылдың 23 маусымында Павлодар аудандық атқару комитетінің пленумында қазақ мектебін ашу жөнінде қаулы қабылданады. Осылайша ұлт ұясына айналған қаланың жалғыз қазақ мектебінің іргетасы қаланды. Үлгілі қазақ мектебі деген атпен есігін айқара ашқан білім ордасының алғашқы басшысы Темір Насырұлы Шығаев еді. Тай-тай басқан жас мектепке бір жылдан соң Қазпидің проректоры қызметін атқарған математик ғалым Имаш Мадин директорлыққа тағайындалды. Білікті маман ел арасында мектеп беделін бірден көтерді. Оқу ордасына кемеңгер Абайдың есімі берілді. Ұлы отан соғысы жылдары ұстаздар майдан даласына аттанып, білім ордасы шағын комплектілі мектепке айналды. Қиын кезеңде білім ошағына Күлібай Сыздықов, Надыр Мағамбетов, Әкім Закарьянов сынды азаматтар басшылық етті. Сол жылдарда түлеп ұшқан жастардың саны небәрі 5-7 ғана болатын. Олардың қатарында белгілі жазушы Рамазан Тоқтаров, Шайхы Төлегенов, Талап Рахимов, Жаңыл Рақышевалар бар еді. Сұм соғыс тәмамдалып, Абай мектебі бейбіт өмірде жаңа леппен жұмысқа кірісті. Оқушылардың саны, білікті мамандар көбейе бастады. Бұл жылдары оқу ордасына Ерғали Аймағамбетов, Әбді Ибраимовтер жетекшілік етті. Ал София Әжіғалиқызы басшылыққа келген 1950-51 оқу жылдары мектептің жоғары сыныптары көбейіп, білім ошағының қасынан 90 орындық интернат пансионат ашылды. Түлектердің саны алғаш рет 22-ге жеткен 1953-54 оқу жылдары мектепке Қабдызахар Байтасов директор болды. Осы уақытта үлкен өмірге жолдама алғандардың қатарында кейін ел дамуына үлес қосқан айтулы тұлғалар Кемер Әшімбетов, Серік Жақсыбаев, сонымен қатар кейін 10-шы мектептің жаңа ғимаратын салуға атсалысқан, облыс тарихында бірінші хатшы лауазымын иеленген тұңғыш әйел Әсия Байзақова да бар еді. Үнемі ізденіс даму сатысында болған намысты оқу ордасы 11 жылдыққа айналды. Жұмысшы жастардың кешкі мектеп ашылды. Материалдық база нығая түсті. Білім сайыстарына белсене ат салысты. 1961 жылы өткен республикалық математикалық пән олимпиадасының әділ қазылар алқасының төрағасы болып 10-шы мектептің мұғалімі Асылбеков тағайындалды. Мектеп мұғалімдері білімдерін жетілдіріп, нәтижесінде ашық сабақтар көрсете отырып, өз шығармашылықтарымен бөлісті. Бұл мектепке Бәри Сыздықов, Мүбәрак Төлегенов пен Қабылдин Апшау басшылық еткен 1950-1990 жылдар аралығындағы жетістіктер болатын. Айта кету керек, кезінде Апшау Қабылдин, Әбдірасыл Өтегенов, Қойшыбай Мақажановтар мектептің 3 бәйтерегі аталған. Ал тәуелсіздік алған кезеңнен бастап Серік Чайкин, Гүлнар Қабдуалиева, Ермек Жұматов сынды басшы педагогтар мектеп дамуына тың серпін берді. Гүлнар Балтабайқызы директор болған кезеңде оқу ордасы тұңғыш рет 16 бірінші сынып ашты. Мектеп эксперимент алаңында жұмыс жасап, ағылшын тілі тереңдете, халықаралық оқулықтармен үйретіле бастады. 1998 жылы Бұлғын Жалмағамбетова директор болып тағайындалды. Өзіне де, өзгеге де талап қоя білетін басшы Бұлғын Шәкенқызының жетекшілігімен оқу ордасы математикалық жаратылыстану бағытындағы лицей статусына ие болды. Облысымыздағы оқушылардың тұңғыш зерде ғылыми қоғамы құрылды. Оның алғашқы президенті болып Мағрипа Марданова сайланды. Республикалық, халықаралық олимпиада, білім додаларынан жүлделі орындар жыл сайын арта түсті. Арнайы мамандандырылған дарынды балаларға арналған Абай атындағы нөмірі 10-шы лицей мектеп атағы берілді. Оқу ордасының 70 жылдығына мектеп мұражайы ашылды. 2009 жылы лицей Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінен ең үздік жаңашыл мектеп мәртебесін алды. Бұл Хабиба Әбілова басшылық еткен кезеңдегі жетістіктер болатын. Дарын республикалық ғылыми практикалық орталығы мектептегі тәрбие жұмысын үздік деп атап, республикалық озық тәжірибелер отауы сайысында жүлделі 3-ші орынды иеленген жемісті жылдарда оқу ордасының тізгінін Самал Айтқазина ұстаған еді. 2020 жылдан бері гимназияның ісін Салтанат Шабажанова қолға алды. Алтын белгі егерлері жыл сайын артуда. Мектеп күрделі жөндеуден өтіп, жаңа мәжіліс залы салынды.
үздік білім беру ұйымы сертификатымен 34 миллион теңге қаржыға ие болды. Инновациялық әдіс тәсілдерді облыста алғаш болып енгізетін гимназия білім сапасы жағынан тұрақты көшбасшы орынға ие. Таңат Кисеков, Ақмарал Досымбекова ең алғашқы алтын белгі иегері. Жұпанхан Айбек бұл күні ел дамуына атсалысып жүрген лайықты азаматтар. Дәулет Жангузин, Саят Қартабаев, Мақсат Әлібаев, Айсұлу Жүсіпбаева, Айжан Кенжебаева тәрізді дарынды шәкірттер халықаралық және республикалық олимпиадалардан жүлделі орындарға ие. Қара шаңырақтың тағы бір ерекшелігі мектеп пен ата-аналардың тығыз байланысы. Осының дәлелі ағындағы оқу жылында ашылған әкелер бағы. Ата-аналар мұнда 28 түп жеміс ағашын отырғызып, мәуелі баққа айналдырды. Әкелер бағы ашылды. Былтыр президент Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев оқу ордасын мерейтойымен құттықтап, ұстаздар оқушылармен жүздесуі мектеп өмірінің айтулы оқиғасы. Оқу ордасының тарихында ерекше орны бар ұстаздар Молдабекова Рауза Асқарқызы мен Қожахметова Зара Қабдешқызына ескерткіш тақта ілінді. Талай таланттың алтын ордасы болған мектеп қабырғасынан түлеп ұшқан балаларын қашанда қуана қарсы алатын қара шаңырақ болып қала бермек.